Сәлеме құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге адам бойындағы 7 қуат көз Ақсарбас атаның кітабы желісімен айтып беретін боламын. Жаратушыға ұқсас етіп сомдалған әрбір адам ол өз алдына бір жеке микрокосмос. Адам денесінде сол жоғарғы биік тіршілік иелерімен иық тіресе алатындай 7 негізгі қуат көзі және де 10-ға жуық қосымша нүктелер болады. Ол медицинада біз акупунктура деп атаймыз. Енді бұл 7 қуат көзі сурет бойынша мынау құйымшақтан басталып жоғары қарай өрлеп, мынау төбемізге, яғни орайға сонымен бітеді. Осы төбе арқылы Құдайдан жоғарыдан ғарыштан энергияны біз алып бойымыздан өткізіп отырамыз. Енді қарапайым адамдарда бұл қуат көздерінің функциясы өте төмендеу. Яғни біз бұрын ескі дәуірде төменгі 3 нүкте арқылы ғана жұмыс істедік. Яғни көбею, ұрпақ қалдыру, одан кейін әйтеуір қарнымыз тоқ болу керек, тамақ жеу деген сияқты, өзімізді қорғау деген сияқты тек қана инстинктивный уровеньде біз осы қуат көздер жұмыс істеп отырды. Ал 4-ші қуат көзі, жүрек көзі арқылы біз енді рухани дамуды бастан кешіретін боламыз. Енді бірінші нүкте бұл төменгі құйымшақтың ұшында орналасқан түп көз деп аталады. Төменгі қасиет көзі түп көз. Бұл түп көздің шектен тыс бақылаусыз дамуы, бұл бізде өнер адамдарында белгілі. Олар бойындағы кундалини өртін игере алмай, көбінесе ішімдікке, есірткіге салынып, жеңіл жүріске түсіп кететін жағдайлар болып жатады. Сол себепті бұл қуат көздерді жақсы басқара алатындай дәрежеге жету үшін біз рухани дамуымыз керек. Рухани дамудан басқа бұның ешқандай жолы жоқ. Енді осы жаңа дәуірде бізге бұл тек қана қорғаныс қызметін, қорқудан қызметін атқарып қана отырды ғой. Жаңа дәуірде бұл уже инволюцияға ұшырайды да, тек қана қосымша қуат көзі ретінде жұмыс жасайтын болады. Енді екінші қуат көзі төс етекте орналасқан энергетикалық қасиет көзі қуат көз деп аталады. Екіншісі, жай адамдарда қуат көзі ағзадағы энергия балансын реттейтін энергия қоры болып табылады. Эволюциялық тұрғыдан жақсы дамыған адамдарда ол басқа қасиет көздерін қоректендіріп отырады. Яғни әр қуат көзінің өзінің функциясы бар. Бұл қуат көзі жақсы жұмыс жасап, активация болып бастаған адамдарда тәбеттің басқарылуы және де ет жемейтін өмір сүру қабілеті пайда болады. Яғни белокты, ағзадағы тағамдардағы белокты сүт өнімдерінен, өсімдік тектес өнімдерден қолданып отырады. Және етке тәбеті болмайды, ет жемейді. Қазір байқап жүрсеңіздер, кішкентай балалардың көбісі ет жемейді. Өйткені ол жаңа заманға сай сондай программамен туылған балалар. Оларда бұл энергетикалық көздер бізге қарағанда жақсы дамыған. Бірақ та біртіндеп бұл рухани дамыған адамдар біртіндеп тамақсыз да ғарыштың энергиясымен қоректене беретін жағдайға жетеді. Или күніне бір рет тамақтанып қоя салатын деңгейге жетеді. Ал егерде адам өзін шектеп, нәпсісін тиямын деп, ет жемей, балықтан бас тартып, өзін тығырыққа тірейтін болса, онда ол әлсіздікке ұшырап, денсаулығынан сыр береді. Сол себепті рухани өзің дамып, тәбетіңнің өзіңнен өзі төмендеуі, өз ырқымен төмендеуі болмаса, ондай рискке барудың керек жоқ. Енді үшінші қасиет көзі бізде ырғақ көз кеуде дейді. Яғни бұл қуат көзінің, энергетикалық көзінің жаңағы үстінде орналасады. Бұл адамның астрал денесінің вибрация ырғағын жасақтау үшін және сол арқылы физикалық дененің тіршілік ырғағын қалыптастыру үшін қызмет ететін болады. Енді бізге ең маңызды 4-ші қуат көзі бұл жүрек көз. Бұл жүрек тұсында орналасқан. Бұл басқа қасиет көздерінің эволюциялық жандандыруын, яғни осы 4-ші қуат көзі іске қосылғаннан кейін, ана 3 қуат көздің функциясын жақсартады. Яғни бізде бұл 4-ші қуат көздің қызметі
мейірім мен махаббат беру, ізгілік, мейірім, махаббат, иә. Осы біз жақсы көру, махаббат, ізгілік аймағымыз кеңейген кезде мына үш қуат көзі жұмысын жақсартатын болады, және де жоғарғы мынау екі қуат көзінің де функциясын жақсартады. Қоршаған ортаға, яғни шексіз махаббат, иә, жануарлар болсын, жалпы жаратушының жаратылыстарының барлығына деген махаббатымыз ашылуымыз керек. Енді бесінші қасиет көзі бізде көмейде орналасқан, яғни горловая чакра дейді ғой орысша, иә, орналасқан. Ол көмей көзді дамытқан рухани жетілген адамдар, оның вибрациясы арқылы физикалық дүниеде кез келген қашықтыққа эволюциялық даму барысында астраль және менталь дүниелерге де хабар бере алатын жағдайға жетеді. Келесі қасиет көзі ол ой көзі. Адамның мына шүйдеден былай келіп, маңдайда екі қастың жоғары жағында орналасқан ой көз. Бұл айна секілді болып тұрады. Руханиятты жоғары, руханияты дейді, енді рухани дамыған дәрежесі жоғары адамдарда бұл ой көз астраль және менталь дүниесінен алынған мәліметтерді өңдеп, сақтап және де физикалық дүниеге болардың алдында, яғни болжам жасай алады. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ халқының ақыны Ақберен Елгезек ағамыз өзі ютубта айтып өтті, менің қасиетім ашылды деп. Сол қазір бізде қасиеті ашылып жатқан адамдар өте көбейіп жатыр. Олар осы астраль менталь дүниелерінен ақпаратты алып, болайын деп жатқан жағдайды алдын ала ескерте алады, көре алады, анализ жасай алады. Одан кейінгі бізде жетінші соңғы қасиет көз, бұл төбе көз деп аталады. Адамның денесінің ең жоғарғы нүктесі орайда орналасқан бұл. Бұл төбе көз адамдарды биік дүниелермен, яғни ғарышпен бізді байланыстыратын ең жоғарғы нүкте болып табылады. Қасиет көздеріне енді бізде қасиет көздері арқылы бізде мына жүрек тұсында астраль дүние, бас тұсында менталь дүние, яғни мына физикалық дүниеге параллель орналасады. Олар бір-бірімен қиылыспайды. Осы екі дүние арқылы физикалық дене үшеуі бірге байланыста гармонияда жұмыс істейді деген сол мағынаны білдіреді. Бұл кеңістіктер бір-бірімен қиылыспайды, параллель орналасқан, физикалық дүние, астраль дүниесі, одан кейін бар менталь дүниесі. Бұл арна омыртқа бойымен түк көзбен жаңағы төбе көз аралығын алып жатады. Олар оң жақтан түседі энергия, сол жаққа қарай жайлап көтеріледі. Ол екеуі бірақ та бір-бірімен байланыспайды. Бұны мысалы келтіретін болсақ, егер адам мысалы үй салғысы келсе, бірінші ол мынау менталь дүниеде ойда пайда болады. Оның кескіні, мысалы 2 этаж үй салғыңыз келеді, бірінші этажында холл болады, гостиный болады, спальныйдың бәрін 2-ші этажға қоямын деп, адам бірінші ой бойынша кескіндейді. Ол жайлап төмен түсіп жүрекпен астраль денеде сомдалады, яғни примерно сызбасы пайда болып, оның қандай болатыны осы астраль дүниесінде сомдалады. Одан кейін ол біртіндеп адамның ойы бойынша қай жерге салынатыны ойластырылады. Сөйтіп ол физикалық дүниеде, яғни пайда болады. Яғни ол ой арқылы пайда болып, яғни физикалық дүниеде туылады деген сияқты мағынаны білдіреді. Дәл осындай жолмен дүниенің мінсіз дыбыстар әлемінен, сол ментальды әлемде мінсіз қабаттарында музыкалар пайда болады. Музыканттар қасиет көздері арқылы халық әуендері, күйлер, классикалық музыка маржандары осы физикалық дүниеге келеді. Яғни өнер адамдары бұл сол менталь, яғни өнер адамдары дегеніміз менталь қабаты өте жақсы дамыған адамдар болып саналады. Сол себепті олар өте жоғары классикалық, біздің қазақ халқымыз неше түрлі күйлерді осы менталь қабаты арқылы сомдап, одан кейін ол физикалық дүниеге пайда болады. Бұл көбінесе музыканың пішімі жоқ, сол себепті ол менталь дүниесіне прямой келеді. Ал астраль дүниесінде, мысалы, өлең, жазылма, жазу бар, ол астраль дүниесінен келеді. Яғни осы екі дүние арқылы жоғарғы шығармашылық дүниелер өмірге келеді.
Қазір адамдар бір-бірімен осы астрал дүние, менталь дүние арқылы бір-бірімен өте тығыз байланыс болып жатыр. Мысалы, қазір мен біреуді ойлап, сонымен қазір звондайыншы десем, ол автоматом өзі маған звондап қалады. Әйтпесе біреуді ойлап отырсам, ол үйіңе аяқ астынан келіп қалады, өздеріңіз байқап жүрсіздер, бір-бірімізді қатты сезіп қойып жатырмыз. Сол сияқты ана жүрегі де өзінің баласына бірдеңе болайын жатқан кезде, ол астрал дүниесінде болып болғаннан кейін астрал дүниесі арқылы оны сезіп қабылдап отырады. Қазір рухани даму барысында осы қуат көздерінің дисбалансынан көп адам өз жолына түсіп кете алмай жатыр. Ең алдымен бірінші сынақтардың басталушы ол материалдық әлемге сенің жабысқаның, қорқынышың, дүниеңді жоғалтып аламын, адамды жоғалтып аламын деген мақсатында қазір рухани даму жолында тексеріс сияқты болып жатыр. Одан кейін жалған махаббат, адамның нәпсісі оянып, бір реттік ғашық сезімі дейміз ба қалай, сондай бір ситуациялар болып қалады. Сол сынақтан ол адам баласы сүрінбей өту керек. Қазір соңғы кезде байқап жүрсіздер ғой, измена көбейіп жатыр, ажырасу көбейіп жатыр. Ол осы қуат көздерінің балансын ұстай алмаған жағдайда болады. Одан кейін адамды билік мақсатында сынап жатыр, эгосын тексеру мақсатында. Одан кейін бар мақтанға беріліп кете ма, беріліп кетпей ма. Осы 3 деңгейде қазір рухани жолға түскен адамдар сыналуда. Сол сынақтан сүрінбей өте алмай көп шалыныс болып жатыр. Сол себепті ақпарат пайдалы болса, өмірлеріңізге қолдана жүріңіздер.